Біз алғашында Қазақстан Республикасының азаматы болып танылмайтын легионердің бәріне қаражат төлеуді тоқтату туралы ұсыныс ұсынғанбыз. Бірақ уәкілетті министрлік келіп бірқатар дәйектерді көрсетті. Яғни ол тек қана тренерлердің қатысы жоқ. Одан бөлек массаж бар, спорттық медицина бар. Мынау жаңағы әбден бұлшық еттері үлкен салмақ алған азаматтарды қалыпқа келтіру жұмысы бар. Ең басты спорттық медицина. Осы саладағы мамандарды әкеле алмаймыз ғой деген ұсыныс айтты. Бұнымен біз расымен де ойлана отырып біз кеңестік, енді шын айтайық, біз ондай алып мемлекет емеспіз. Спорттық мәселен кейбір медицинасы дамып кеткен. Сондықтан бұл дүниелер қажет. Және бұл тағы бір үлкен проблеманың көзін ашты. Яки бюджеттің есебінен оларды уақытша бір әкеліп үйреніп алмасақ, спорттық медицина басқамызға дағдыланып алмасақ, егер біз мамандарымызды үйретіп, онда әлгі жекеменшік бизнесмендер федерацияда отқан, олардың мүлдем құқы жоқ екеніне көзіміз жетті. Сондықтан да біз осындай мүмкіндік бердік. Бірақ кеше сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің өзі айтты, дерегін көрсетті. Біздегі қаражаттың ең көп бөлігі легионер спортшыларды қаржыландыруға кетіп жатыр. Барыстың осыдан 1-2 жылғы бұрынғы зарплаттық несін қарасаңыз, ведомствосын ол жерде алғашқы 10-дықта тұрған ең көп жалақы алатындар бұл шетелдік ойыншылар болды. Қазақстандықтар емес. Сондықтан мен жұмыс тобында айтқам, ұтылса қазақстандықтар ұтылады да, өзіміздің қазақтар ұтылады. Және оларды сынаймыз, олар осы жерді басып, осы елдің суын ішіп, асын жеп жүргесін, ол сыннан ұялады. Ол ойнайтын болады. Мінекей осы мәселе айтылды, және бұны айту керек. Мемлекет басшысы өзі нақты кесіп айтқан тұғын. Легионерлер спорт саласына уақытша импульс бергенмен, алдағы уақытта спортты көтермейтінін айтты, көгертпейтінін айтты. Және ол біздің өзіміздің спортшылардың әлеуетін, олардың спортқа басқан қадамдарын тежейтінін мемлекет басшысы нақты айтып өтті. Және де Қазақстандағы спорт функционерлері спорт саласын дамытумен емес, бюджеттен бөлген миллиардты игерумен ғана бас қатыратын туралы да мемлекет басшысына айтты. Сондықтан осының барлығы нақты көрініс тапты.